Баршаңызға сәлем, каналға қош келдіңіздер. Бүгін көктемге осындай иммунитетімізді көтеретін витаминді салат дайындаймыз. Бұған аздаған қызылша, капуста, пияз, бір тіс чеснок болса болды. Көп затты қажет етпейді. Алдымен капустамызды тураймыз. Капустаны ортасынан бөліп аламыз да, осылай аз-аздан ұзыншалап турап аламыз. Видеоның соңына дейін көріп, ұнап жатса пікір жазып, лайк басып, және каналға тіркеліңіздер. Бұрын тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер. Міне капустамыздың барлығын осылай жіңішке етіп турап аламыз. Турап болған капустамызды енді ыдысқа саламыз. Енді келесі кезекте қызылшамызды осындай үккіштің майда көзінен өткіземіз. Шикі қызылша. Міне қызылшаның барлығын өткізіп алдық. Осында 2 тарелка шықты. Бұны да ыдысымызға саламыз. Енді бұл салатымызды үлкендеу ыдысқа салып, қолымызға қалтаны киіп, капустаны, қызылшаны жақсылап, мыжғылап жұмсартып аламыз. Осындай қалта киіп ала салсаңыздар болады. Арнайы перчатканың қажеті жоқ. Осылай жақсылап, мыжғылап жұмсартып алсаңыздар, салат жегенге ыңғайлы болады. Енді келесі кезекте петрушка укроп болса, петрушка укроп тураймыз. Менде чесноктың сабағы. Енді бұл өз қалауларыңыз, қоспасаңыздар да болады. Аз ғана қосасыздар. Енді осында кішкене ғана бір чеснок қосамыз. Чеснокты майдалап турап аламыз. Майдалап турап болған чеснокты енді салаттың үстіне саламыз. Енді келесі кезекте пиязымызды тураймыз. Пиязды майда бөліктерге бөліп турап аламыз осылай. Енді турап болған пиязымызды қызып тұрған тапада қуырып аламыз. Тапаға осылай аз ғана май құйсаңыздар жетеді.
Пиязымызды жақсылап қуырып аламыз. Қуырып болған пиязымызды енді осы салаттың үстіне саламыз. Осының үстіне зеленді саламыз. Дәміне қарай тұз саламыз. Аздаған құмшекер саламыз. Салатымыз сонда жып-жылтыр әдемі болып тұрады. Енді барлығын жақсылап араластырып аламыз. Қолдарыңызға осылай қалта киіп алып араластырыңыздар, сонда қолдарыңыз қызыл болмайды, қызылшаның бояуы шықпайды. Барлығын араластырып алдық. Салатымыз дайын. Осындай керемет дәмді салат шығады. Осы салатты жасап жеп, иммунитетімізді көтереміз. Сіздер де жасап жеңіздер. Ас болсын.